Хабарымыздың соңында үйдің ішкі дизайны жоғарғы сапада болғанын әр тұрғын қалайды. Оның жайлы, әрі жылы және бойға қуат беретіндей болуына көп мән беру керек дейді интерьер дизайнер Гүлмамыр Нұржан. Егер олай болмаса, пәтер ішіндегі құрылымды қайта қарап, мамандардың кеңесіне құлақ тұру қажет екендігі де айтылды. Ақтаулық қыз-келіншекте тәжірибелі маманның қатысуымен өткен кездесуде пәтерді сәндеудің заманауи идеяларымен танысты. Жиынға келушілер жөндеу жұмыстарын сәтті жасау, бөлмелерді дұрыс ойластыру, ең сапалы материалдарды таңдау сияқты бір қатар сұрақтарға маманнан мардымды жауап алды. Интерьерді жабдықтаудың қажетті шарты қолайлылық пен әсемдік, сонымен қатар барлық элементтері өзара әдемі үйлесу міндетті екен. Пәтерді қандай материалдармен жабдықтау, оларды қай жерге және қалай орналастыру керек? Кеңес жиналысында осы сұрақтар төңірегінде интерьер дизайнері өз тәжірибесімен бөлісті. Нақты өзімнің жалпы инсайттар дейді ғой, енді жалпы біраз мысалы қалай үнемдеуге болады, қай жерде нені ойластыру керек, нені жасау керек, яғни негізгі түп тамыры дизайн интерьерін ол не үшін керек адамға, соның барлығын жалпы біледі. Жалпы материалдар, қандай технологиялар бар, не материалдар бар, не білу керек қазіргі заманда интерьер туралы, соның біразымен мен бөліскелі тұрмын. Сондықтан Құдай қаласа енді біраз білім жинап шығады деген үміттемін.